Дана адам өзі жайлы ештеңе айтпайды, сол үшін оны бәрі таниды. Ол өзін ұлықтамайды, сол үшін құрметке лайық. Өзін өзгелерден жоғары қоймайды, сол үшін оны бәрі жақсы көреді. Ол көп жұмыс жасайды, бірақ істеген ісімен мақтанбайды. Себебі ол амалдың сөзден гөрі биігірек екенін жақсы біледі. Ашумен басталған барша іс ұятпен аяқталады. Ақшаның қадірін білемін деп ойласаңыз, біреуден қарыз сұрап көріңіз. Ұлды тоқшылық, қызды жоқшылық бұзады. Әйелдің адалдығы ерінің ештеңесі жоқ кезінде сыналады. Ал еркектің адалдығы байлыққа қолы жеткенде сыналады. Жігіттер 4 нәрседе қыздан жоғары болуы керек: ақылда, бойда, байлықта және тегінде. Қыздар да жігіт кісіден 4 нәрседе жоғары болуы керек: сұлулықта, тақуалықта, ойда және парасатта. Саған түрлі шарттарын қоятын, өзін көпшілікке көрсетуді жақсы көретін, сәннен қалмайтын, басқалардың өмірін өзінікімен салыстыра беретін әйелден абай бол. Өйткені ол сені келешекте пақырлыққа алып келеді. Яғни мұндай санасыз әйел өзінің шүкіршілігінің аз болғандығынан сені болашақта кедейлікке душар етеді. Гүлге керегінен артық су құйсаң шірейтіні сияқты, бір адамдарды керегінен артық қадірлесең, ол да құтыра бастайды. Егер де сізді жұбайыңыз қызғанса, қуаныңыз, себебі оның жүрегінде орныңыз бар екен. Таудың төбесіндегі жүктерді көшіру біреуден міндет естігеннен гөрі жеңілдірек. Әйелі бар еркекті жолдан тайдыра аласыз. Көңілдесі бар еркекті де жолдан тайдыра аласыз. Бірақ сүйген әйелі бар еркекті жолдан тайдыру мүмкін емес. Ұйқыдан сізді мақсат оятуы керек, мәжбүрлік емес. Бүгінгі тәжірибелерім болғанда бұрынғы қателерді жасамас едім. Бірақ бұрынғы қателерді жасамағанда бүгінгі тәжірибем болмас еді. Бір істі бастағанда қолымнан келмей қалады деп қорықпа. Керісінше, бұл өмірден ештеңе істемей өтіп кетем бе деп қорық. Жасың 30-дан асса, онда асық. Себебі 35 жас адам өмірінің жартысы. Ақымаққа берілген ең жақсы жауап бұл үнсіздік. Егер сізге сынақ келетін болса, артқа қашпай тік тұрыңыз. Алла сізге сол сынақты жеңетін күшті де берген. Істеп жүрген ісіңізді ешқашан кіші санамаңыз. Бәлкім сіз ұлы істі бастап жатқан боларсыз. Ризық Алладан, бірақ сіз әрекеттен тоқтамаңыз. Ер кісіні 3 нәрсе сындырады: құмар, арақ және зинақорлық. Кім көп сөйлесе, соншалық көп жеңіледі. Егер сіздің ақшаңыз аз болса, онда бизнес бастаңыз. Ал егер мүлде ақшаңыз жоқ болса, онда сізге тез арада бизнес бастау керек. Егер бір адам жаныңызға келгенде, телефоныңыздың ескі немесе киіміңіздің арзан екенін көріп, жаныңыздан кетіп қалса, ондай адамға түкірсеңіз де артық болмайды. Себепсіз күлме, мақсатсыз жүрме өзің үшін. Пайдасы жоқ мәселелер жайлы сұрақ қойма. Жігіттің 2 сөйлегені өлгені. Уәде бермеуге тырыс, әйтпесе уәдеңде тұр. Өсек айтылған жерде болма, кездейсоқ болған жағдайда қосылма, кесіп тастауға тырыс. Ешкімді ренжітпе, жүйелі қарғыс иесін табады. Сыйлағанның құлы бол, кішіреу төмендеу емес. Уайымға салынудан аулақ бол, арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесінде өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасында кетесің. Сырыңды ешкімге алдыртпа. 2 елі аузыңа сыймаған сөз өзгенің 32 тісінің арасына тіпті де сыймайды. Өміріңнің сапасына тек өзің жауаптысың. Кім қанша төмен түссе де, сен өз биігіңде қал. Ұрпағыңның тәрбиесі 50% сенің мойныңда. Ұлың өзіңнен озатын болсын, қызың саған қарап серігін тауып бақытты болсын. Құмар ойын әлсіздің әлегі, мықтының рухы биік, денесі шымыр. Ешқашан мақтанба, жұрт мақтасын. Жігіттер, жаман істі әдет етпе, досыңды бірге жүрген басып өтпе. Басыңа әлде қандай іс түскенде дос түгіл дұшпаның да қашар шетке. Кәрі өлсе соққан ауыл тынғандай-ақ, жас өлсе бәйтерегің сынғандай-ақ. Жігіттер, жас күніңде тәубаңа кел, бұл дүние көзіңді ашып жұмғандай-ақ. Қаршыға әлсіз болса қаз алмайды, ер жігіт малсыз құлаш жаза алмайды. Бұл дүние жұртты алдайтын бейне базар,
Әр адам өз әлінше базарлайды. Көпті көрген ер жігіт көсем болар төселіп. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Хандар киген қамқа тон шүберек болар тозған соң, жігіт жақсы бола алмас, алғаны жаман болған соң. Балалық өтті дегенше, жігіттік жетті десеңші. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады. Азнаған айғырды үйірде көр, адам сыған жігітті үйіңде көр. Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар, олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар. Бай болайын деген жігіт айырбасшыл келер, адам болайын деген жігіт қарындасшыл келер. Болатын жігіт епшіл, болмайтын жігіт кекшіл. Жаңбыр жауса жерге сый, жігіт туса елге сый. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек. Жігітті көркінен таныма, сертінен таны. Жігіттің бір басы екеу болмай, жиғаны жетеу болмайды. Аққу құсқа оқ тисе, қанатын суға тидірмес. Ер жігітке оқ тисе, қиналғанын білдірмес. Жігіт жанған шоқ болсын, шоқ болмаса жоқ болсын. Жігіт жақсысын сұлтан дейді, ит жақсысын сырттан дейді. Ер өтірік айтпайды, жоқтық айтқызады. Ер асылық айтпайды, тоқтық айтқызады. Жігітке жар қымбат, намыс пен ар қымбат. Ер сасқанда белгілі, ат шапқанда белгілі. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне. Болар елдің баласы 15-інде баспын дер, болмас елдің баласы 30-ында жаспын дер. Пайдасы бар жігіттер дария шалқар көлмен тең, пайдасы жоқ жігіттер ем қонбайтын шелмен тең. Нағыз жігіттің бойында аз сөзділік, көп істілік, сертінде тұру және мылжыңдықтан алыс болу қасиеттері бар. Біздің елдің жігіттері жігіттердің сырттаны, кешек өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы, ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, өз елімнің ұланы мен өз елінің сұлтаны. Олар жайлы білгін келсе ортасына кіріп көр, солар жүрген жолдар менен дәтің болса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қасиетті қара нардай жігіттер.